Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қолжетімді заттармен жасалатын синнабонның рецептін көрсетемін. Ең алдымен 220 грамм жылы сүтке 100 грамм қант, 10 грамм құрғақ ашытқыны салып араластырамыз. 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Содан кейін осының үстіне жарты шай қасық тұз саламыз. Сосын 2 жұмыртқаны салып жақсылап араластырғаннан кейін үстіне илегіштен өткізілген 500 грамм ұнды саламыз. Осыны кішкене араластырып болғаннан кейін үстіне бөлме температурасындағы сары майды саламыз 80 грамм. Содан кейін дальше уже қолымызбен қамырды илейміз. Май біріккеннен кейін кішкене былжырақ болады, қолға жабысып, сондықтан осының үстіне бір 20-30 грамм ұн салып жібереміз. Содан кейін тағы да илейміз. Сонда қолға жабыспайтын әдемі жұмсақ қамыр шығады. Енді осы қамырдың бетін жауып жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. 100 грамм қанттың үстіне 1 ас қасық корица және толтырмай 1 ас қасық какао саламыз. Осы үшеуін жақсылап араластырамыз. Қамыр осылай 2-3 есе көтеріліп ашу керек. Енді ешқандай ұн қолданбаймыз. Қамырды жаятын үстелдің үстін жақсылап майлаймыз сұйық маймен. Содан кейін қамырды осы жерге төсеп, қолымызбен жайып шығамыз. Ұн қолданбаған дұрыс, сонда біздің қамырымыз жұмсақ болып, воздушный болады. Енді осыны 50-35 сантиметрде жайып шығамыз примерно. Содан кейін жұмсақ, прям температурасында қатты еріп тұрған майды осылай жағамыз. 100 грамм май қолданамыз арасына. Майдың барлығын жағып болғаннан кейін бағанағы дайындаған корица қантымызды себеміз, толық барлық жеріне тиетіндей етіп. Енді осыны орап шығамыз қолымызбен жақсылап. Орап біткеннен кейін соңғы шеттерін жақсылап қамырға біріктіреміз қолымызбен басып-басып. Содан кейін осыны теңдей 12 бөлікке бөлеміз. Осылай пышақпен келтіріп алыңыздар, сызық түсіріп, содан кейін осыны жіппен бөліп шығамыз. Пышақпен бөле алмайсыздар, қамыр өте жұмсақ. Осылай жіппен, кәдімгі ине жіптің жібін қолдансаңыздар, осылай әдемі қылып сіздерге бөліп береді. Барлығын осылай жаңағы пісіретін ыдысымызға орналастырамыз. Содан кейін оның бетін жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Пакетпен бетін жауып 30 минутқа қоямыз, ол тағы да ісініп көтеріледі. Содан кейін алдын ала қыздырылған пеште 170-180 градус арасында әдемі болып қызарғанша пісіреміз. Енді 130 грамм бөлме температурасындағы вареный сгущенканы миксерлаймыз. Үстіне 310 грамм 20% сметана саламыз. Сметананың пайызы жоғары болса, одан да күшті болады. Енді вареный сгущенканың орнына жай сгущенканы да қолдануға болады. Осылай синнабондарымыз піскеннен кейін 15-20 минут бөлме температурасында суытамыз. Содан кейін барып, үстіне помадканы жағып шығамыз. Помадканың консистенциясы осындай болғаны дұрыс, сонда синнабонға жақсы сіңеді. Барлығын жағып болғаннан кейін бетіне вафельный крошка септім. Содан кейін бір 10-15 минуттан кейін уже ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Воздушный болып, күшті болып шығады синнабондар. Помадкасын енді басқа да өздеріңізге ұнайтын рецептпен жасай берсеңіздер болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.